Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Бүгін сіздермен тағы да пайдалы ақпаратпен бөлісетін болам. Өміріміздің ажырамас бір бөлшегі су туралы әңгімелейтін боламыз. Су біздің ағзамыз үшін өте қажет. Сусыз ағзаның жұмысы тоқтайды. Бірақ саулығымыз үшін ішетін сұйықтықтың мөлшері емес, сапасы маңызды екенін ұмытпағаныңыз жөн. Осы ретте дәрігерлердің пайдалы деп ұсынған сумен танысайық. Су метаболизмді жылдамдатады, минералдар мен басқа да пайдалы заттардың сіңуіне ықпал етеді. Әлем ғалымдары күніне 2 литр су ішу керек деген стереотипті жоққа шығарды. Олардың айтуына қарағанда, әр адамның су ішу мөлшері әртүрлі болады екен. Нақтырақ айтсақ, адам салмағының әр келісіне 30 мл су ішу керек. Демек, сіздің салмағыңыз 30 келі болса, онда 1,5 литр су ішу керек. Десе де, бұл мөлшер кейде өзгеруі мүмкін. Себебі, әдеттегіден артық физикалық белсенділік, ауа райының ысуы, қабылдаған дәрі-дәрмек ағзадағы сұйықтықтың жоғалуына ықпал етеді. Оған қоса, темекі шегу, кофе, алкоголь ішу де сұйықтықтың жетіспеушілігін тудырады. Ағза су тапшылығына ұшыраған кезде басыңыз ауырады, қан қоюланады, тері құрғайды, жүрек соғысы өзгереді. Одан бөлек артық салмақ мазалап, ерте қартаю ықтималдығы жоғарылайды. Жоғарыдағы жайсыздықты болдырмау үшін қандай су ішу керек? Жалпы денсаулықтың жақсы болуына қандай сұйықтық қажет? Кран суы. Кәдімгі кранның шүмегінен тікелей алып іше салатын әдетіміз бар, бірақ оның қаншалықты таза екенін, денсаулыққа әсерінің бар жоғын анықтап жатпаймыз. Десе де кран суына хлор қосылатыны белгілі. Ал хлор өз кезегінде қауіпті аурулардың қоздырғыштарын жойып, инфекцияны жұқтыру қаупін азайтады. Алайда ағзаға ешқандай пайдасы жоқ. Егер хлорлы суды шектен тыс көп ішсеңіз, өтке, бүйрекке тас байлануы мүмкін. Сондай-ақ тері мен шаштың саулығына жауап беретін Е дәруменін жояды. Одан бөлек аллергиялық ауруларды қоздырып, жыныстық әлсіздікке әкеледі, иммунитеті төмендетеді. Қайнаған су. Көпшілік ағын суды қайнатып алсаңыз, оның сапасы әлде қайда жақсарады деп сенеді. Сондықтан да әрбіріміздің үйімізде ыдыста қайнаған су тұрады. Өкінішке орай, бұл да дұрыс емес. Су қайнаған кезде құрамдағы вирустар мен бактерияларды өлтіреді. Алайда хлор мен ауыр металдарға қарсы күресе алмайды. Ал егер қайнаған суды қайта-қайта қайнататын болсаңыз, бұдан келер қауіп те өте қорқынышты. Қайталап қайнаған су улы тригламентан түзейді. Бұл зат өз кезегінде ағзамыз үшін өте қауіпті екенін ескеріңіз. Сондықтан чайға немесе кофеге бір рет қайнаған суды қолданғаныңыз абзал. Сонымен, қандай судың пайдалы екенін білдік. Ендеше жағдайыңызға қарай қажетті суды тұтыныңыз. Егер ісіну, қант диабеті, жүрек тамыр жүйесі, бауыр, бүйрек немесе асқазан ішек жолдарының аурулары болса, ең алдымен дәрігермен кеңесіңіз. Ол сізге қандай суды, қандай мөлшерде ішу керектігін айтады. Ал ендеше басты тақырыпқа оралайық. Қайнаған судың пайдасы немесе зияны қандай? Қандай ауыз су ішіп жүрміз? Ауыз суды бірнеше рет қайнатып ішу пайдалы ма, зиян ба? Ауыз суды қайнатқаннан кейін ыдыста неге қақ түзіледі? Осы және басқа да сауалдарға жауап берейік. Суды құрамындағы бактериялардан тазарту мақсатында қайнатып ішеміз, бірақ ондағы А гепатиті вирусы су қанша қайнаса да жойылмайды. Сонымен қатар, ботулизм бактериясы суды 5 сағат қайнатқанда ғана өледі, ал біз ауыз суды 5 сағат бойы қайната алмаймыз. Бұл кезде су буға айналады. Суды қайнатқанда ол қатты күйіне жұмсарады, бірақ оны екінші рет қолданбаған дұрыс. Қайнаған суды жарты сағат өткеннен кейін ішуге болмайды, себебі ішіне микроб түседі. Суда пайда болған микробтан тазарту үшін оны қайтадан қайнатып ішпеңіз. Бұл жағдайда ол құрамдағы магний, кальций сияқты элементтерден және пайдалы дәрумендерден арылады. Екі қайнаған су адам ағзасына кері әсер етеді. Сондықтан әр ыстық судан кейін шәйнекті міндетті түрде жуғаныңыз абзал. Суды тек 90 градусқа дейін, яғни толық қайнатпай қолдану керек. Су қатты қайнағанда оның барлық пайдалы дәрумені жоғалады. Егер таңертең аш қарынға 90 градусқа дейін қайнаған су ішсеңіз, ағзаңыздан түні бойы бөлінген қалдықтар шығады. Бұл нәрсені әдетке айналдырыңыз. Метаболизмнің жақсы жұмыс істеуіне көмектеседі. Үйде фильтр болса, суды тазартып ішкен дұрыс. Су 90 градуста өлі су саналады. Қайнаған суды басқа ыдысқа құйып, тұндырып, ішіне күміс салып қойса, ол қайта өңделгенде күйде болады. Су жердегі өмір көзі.
Судың адам денсаулығына пайдасы көп. Суды дұрыс ішудің бірнеше ережесін білсеңіз, оның пайдасын еселеуге болады. Күнде таңертең аш қарынға бір стақан жылы суды ішуді әдетке айналдырсаңыз, ағзада жағымды өзгерістер орын алады. Түнде ағза демалып қана қоймай, токсиндерден тазарады, ал аш қарынға су ішу бұл процесті көмектеседі. Оған қоса, жүйелі түрде су ішу бұлшықеттер жасушалары мен жаңа эритроциттердің өңделуіне ықпал етеді. Жүрек жұмысына көмектеседі. Жүрек қан тамырлар жүйесі ауруларының ең кең тараған түрлеріне инфаркт пен инсульт жатады. Олар әдетте қандағы сұйықтық мөлшері аз болғандықтан қан ұйықтарының түзілуінен пайда болады. Жүйелі түрде аш қарынға су ішу қан тамырлар жүйесіне жағымды әсер етеді және инсульт қаупін төмендетеді. Асқазан ішек жолы ауруларының алдын алады. Қыжыл немесе асқазан ішек жолының басқа да жағымсыздықтары көбіне асқазандағы жоғары қышқылдықтың себебінен пайда болады. Егер аш қарынға уақытылы су ішсеңіз, ол қышқылды сұйылтып, жағымсыз сезімдерден арылтады. Сондай-ақ асқазан таңғы асқа дайындалады. Арықтағысы келетіндер немесе асқазан жұмысын реттегісі келетіндер үшін зат алмасу процесін бақылау маңызды. Егер ол жеткілікті түрде жылдам болмаса, судың көмегіне жүгінуге болады. Аш қарынға ішілген су зат алмасу жылдамдығын 30%-ға дейін арттырады. Сыртқы келбетіңіз жақсы көрінгенін қаласаңыз, алдымен ішкі жағдайға мән беру керек. Бұл жерде ағзаның су тепе-теңдігін ұстап тұру маңызды рөл атқарады. Әйтпесе тері құрғап, ерте әжімдер пайда бола бастайды. Күнде таңертең аш қарынға бір стақан су ішу арқылы тері жағдайын жақсартуға болады. Ағзаға су жетіспесе, ол шаштың сыртқы жағдайына, оның өсуі мен қалыңдығына негатив әсер етеді. Сондықтан шашыңыз мықты болу үшін жеткілікті түрде су ішу керек. Бүйрек ауруларының алдын алады. Бүйректердің сау болуы ағзадағы су тепе-теңдігінің қалыпты болуымен тікелей байланысты. Аш қарынға және күні бойы уақытылы су ішіп тұру зәр мөлшерін арттырады. Қайнаған судың пайдасы туралы толық мәлімет берейін. Қарапайым қайнаған судың негізгі пайдасы ағзаның тазалауында жатыр. Су іш қатуды емдеп, буындардағы және басқа да мүшелердегі артық тұздарды, бүйрек пен бауырдағы тастар мен шлактарды шығарады. Қайнаған су ішуді бастаған кейін бірнеше күн өткен соң буындарда, бүйректе ауырсыну, зәр түсінің өзгеруі байқалады. Қорықпаңыз, бұл ағзаңызда оң үрдістің жүріп жатқандығының белгісі. Қайнаған суды таңғы астан 30 минут бұрын аз ғана мөлшерде ішіңіз. Асықпай ішу керек. Су ішекті оятады, оның жұмысқа кірісуіне себеп болады. Аталған қарапайым рәсімді бар-жоғы 6 ай уақытқа дейін орындасаңыз жетіп жатыр. Бұл уақытта денеңіз артық майлардан арылып, дене сымбаты қалпына келіп, белгілі бір жүйеге түседі. Омыртқа жотасындағы ауру сырқалар жоғалып, икемге келе бастайды. Асыңыз дұрыс қорытылмай, ішіңіз кеуіп жатса, тамақтан кейін де қайнаған су ішкеніңіз дұрыс. Берілген ақпарат пайдалы болып, кәделеріңізге жараса, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.